Қайда барамыз, тыныштық па? Тыныш деп саусағымен белгі берген жігіт қыздың самайындағы шашын сипалай көзіне тіке қарады. Сен маған ұнайсың, қызым боласың ба? Деп төтесінен сұрады. Өзі күтпеген сөзден не айтарын білмей қалған қыздың жүрегі дүрсілдей кетті. Әсемайдың жауабын іштей сезгендей, Бағлан ақырын ерінен сүйіп алды. Бұл сүйіс тәтті сезім мен ыстық іңкәрліктің оянуына сеп бергендей, жаңадан бері өзіне бағынбай бара жатқан жүрегі де тыныштала бастағандай. Жаңа ғана бір-біріне қарауға қымсынып, екі жерде тұрып, тек ұялы арқылы байланысып тұрған жігіт пен қыз бұл қараңғылықтан қол ұстасып шықты. Жаңа сезім, жаңа махаббат дастаны. Алғаш рет жігітпен қол ұстасып жүрген Әсемай өзін жетінші аспанда жүргендей күй кешуде. Бақыттан басы айналып, жігіттің әр көзқарасынан-ақ үнсіз сезімді ұғынып, жүрегіндегі тебіреністі барынша басуға тырысты. Бұрынғыдай қысылмай, енді екеуі жақын сөйлесе бастады. Қолы қалт етсе сүйгеніне хабарлама жазып, сәт сайын одан хабар күтетін Әсемай кейде Бағланды түсіне алмайтын. Қанша жерден арамыз жақын десе де, өзі туралы барынша құпия ұстағысы келетін жігіт көп дүниені жасырын ұстағанды жөн көретін. Тіпті кейде 2-3 күндеп жоқ болып та кететін әдет шығарды. Бірнеше күн іздеп, әбден үмітін үзе бастаған сәтте қайта оралып, түрлі сылтаулармен қызды алдап арбап алатын. Дәл солай 10 күн жоқ болып кеткен сүйгеніне алаңдаған Әсемай бүгін ұйқысынан көңілсіз оянды. Ұялысына қарап еді, 10 күн бұрынғы хабарламасы әлі бармапты. Жағдайына алаңдап, хабарын білер бірде-бір туысын немесе досын да танымайды екен. Селқос оянып, көңілсіз киімдерін киген Әсемай емтиханға дайындаламын деп үйінен ертерек шығып кетті. Қылышын сүйретіп қыста өз қаһарына ене бастаған еді. Түні бойы жауған қардан әлі жолда ашылмапты. Амалдап жеңіл көлік жүрген жолмен үлкен көшеге қарай шыққан қыз аялдамаға әзер жетті. Жақындай бергенде өзіне таныс бейнені көзі шалды. Бағлан! Әсемай, жаным, қалайсың деп бетінен сүйіп амандасқан жігіт дереу түрін мұңайтты. Қайда жүрсің? Саған қатты алаңдадым ғой. Ауылға барған едім, телефонымды жоғалтып алдым. Сол жақтан кеше түнде келдім, ренжімеш, хабар бере алмадым, деп тағы бетінен сүйіп алды. Айналасындағылардан ұялған қыз төмен қарап, ештеңе сездірмеуге тырысты, дегенмен ішінде мұң сұрақ. Тағы да кезекті ақтаулармен қызды тез көндіріп алған жігіт автобус келгенде қыздың құлағына сыбырлады. Сені сағынып кеттім, бүгін сабаққа бармай-ақ қойшы, кешке дейін бірге уақыт өткізейікші деп ұсыныс тастады. Ертең маңызды емтиханы болса да, сүйгеніне деген сағынышы бұл ұсыныстан бас тартқызбады. Екеуі бірге қалаға жеткен соң орталық бар